Асқабақтың пайдасы қандай? Көпшіліктің көкейіндегі сұрақтарға жауап іздеп көрелік. Артық салмақпен күресетін адамдарға асқабақ жеуді ұсынады. Арықтау үшін бұл жидек таптырмайтын құрал. Өйткені асқабақта зат алмасуды жылдамдататын, әрі ас қорытуды жақсартатын дәрумені бар. Асқабақ шырыны. Асқабақтан дайындалған шырынның пайдасы өте зор. Әсіресе қан аздыққа қарсы керемет ем. Өйткені шырын құрамында темірдің мөлшері өте көп. Сондай-ақ асқабақ ұлпасында кальций және калий көп. Каротин көлемі де асқабақта сәбізге қарағанда жоғары. Сол себепті көзі нашар көретін адамдарға асқабақ шырынын ұсынуға болады. Асқабақ шырыны бүйрек, бауыр, қуық үшін ем. Бұл үшін асқабақты шикілей жеген дұрыс. Егер ол дәмсіз көрінсе, қайнатып алыңыз. Айта кету керек, асқабақ ұлпасында калий тұзы бар. Үш өтіп ауырғанда асқабақтың шырынын ішуге кеңес береді. Асқабақ жанушылықтардан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Асқабақ несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмектеседі. Несеп айдаушы, қабынуға қарсы, өт айдағыш қасиеті бар және паразиттерді жояды. Балалар үшін, емшектегі сәбилер үшін асқабақтан дәмді пюре дайындауға болады. Ал қызыл түстегі заттарды балаларға аллергиясын қоздырады деп ойлаудың қажеті жоқ. Бұл дұрыс емес. Бұл жидек ешқашан аллергия шақырған емес. Сондықтан емшектегі балалар үшін асқабақ пайдалы әрі дәмді тағам. Асқабақтан пюре жасап қана қоймай, шырынын берсеңіз де болады. Асқабақты жүктілік кезінде де қолданған жөн. Әсіресе жас аналар асқабақпен қоректенсе, витаминдер қорын жияды, әрі сәбиге де пайдалы. Асқабақ сонымен қатар жүрек айнуының тамаша құралы. Сондықтан оны токсикозбен жүкті әйелдерге жеуге кеңес береді. Асқабақ шырынын қабылдау суық мезгілде пайдасын тигізеді. Тұмау мен өкпе ауруынан зардап шексеңіз, асқабақ шырынын ішіңіз. Егер сіз тері түлеуіне немесе тері ауруларына жиі тап болсаңыз, асқабақты қолданысқа енгізіңіз. Шикі асқабақты асқазан ішек жолдарының қабыну аурулары және өрт қабы мен бүйректегі тастар бар адамдар жеуге болмайды. Диабетпен ауыратындарда да асқабақ қандағы қант деңгейін жоғарылатуы мүмкін.